Бір жасағанда морозилке қатырып қоятын және қалаған уақытыңызда алып жей беретін етті бәлішті жасаймыз. Алдымен ұнның үстіне сары майды салып, қолымызбен бір келке етіп араластырып аламыз. Үстіне жұмыртқа, қаймақ және тұзбен қопсытқышты қосып, қамыр илейміз. Қамырды илеп алғаннан кейін холодильникке пакетке салып қойып қоямыз. Салмасын мен екі түрлі жасадым: етпен асқабақ қосылған және тауық етімен. Осылай қамырларымыз 4 бөлікке бөліп, дөңгелек етіп жайып аламыз. Пергамент қағаз төселген табаға қойып, үстіне салмасын саламыз. Тауық еті қосылған салманың үстіне үкіштен өткізілген сырды қосып жіберсеңіздер болады. Қамырдың екінші бөлігімен жауып, шет-шетін өріп шығамыз. Егер өру қолдарыңыздан келмесе, жан-жағын міндетті түрде қатты басып қойыңыздар. Бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағамыз және таяқшаның көмегімен осылай кескіндер кесіп шықтым. Ортасын тесіп қоюды ұмытпаңыздар, ауа кіріп тұруы қажет және үстінен көп мөлшерде күнжіт сепсеңіздер, пирогтарыңыз өте дәмді болып шығады. 180 градуста қызып тұрған пешке 35 минутқа салып қоямыз. Осымен пирогымыз дайын. Пирогты өзімнің сүйікті шайым Чемпион Кения Сансетпен ішемін. Құрамында бояғыштар жоқ, өте дәмді шай. Рецепт ұнаса парақшама дәл қазір тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.